Сәлем достар, бүгін біз пирожный персик дайындаймыз. Ыдысымызға қантымызды, шым-шым тұз, 4 жұмыртқаның сарысын, қаймақты салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды үстелдің үстіне төгіп, тоңазып тұрған сары майымызды ұнның үстіне үткіштен өткіземіз. Ұнымыз бен сары майымызды бір-бірімен араластырып, ортасына шұңқыр жасай отыра, ол шұңқырға жұмыртқамыз бен қаймағымызды құямыз. Үстіне разрыхителімізді сеуіп, енді жайлап тесті илей бастаймыз. Тестімізді барымызша тез-тез илеуге тырысамыз. Тестімізді ұзақ илемейміз. Егер ұзақ илеген жағдайда қамырымыз қап-қатты резинка тәріздес болып қалады. Сондықтан ұзақ илеудің қажет жоқ. Жай ғана басын біріктірсек болды. Иленген қамырымызды полиэтилен пакетке салып, 30 минутқа холодильникке қоямыз. Енді персиктерімізді бояйтын сок дайындап аламыз. Қызылшаны өткіштен өткізіп, уысыма салып, алақанымен қыса отырып, сок шығаруға тырысып жатырмын. Сокты келесі ыдысқа сүзекіден өткізу арқылы сүзіп аламыз. Енді сәбіз түстес сок шығару керекпін. Оған 70-80 мг сүтке 3-4 тамшы сары, 2 тамшы қызыл краситель құйып, жақсылап араластырамын. Енді холодильниктен шыққан тестімізді екіге бөліп, әрқайсысын үрлет тәріздес қылып пішін дайындап аламыз. Оны бөлшектерге бөліп, бөлінген бөлшектерді алақанымызға салып, дөңгелек шарик жасап аламыз. Ол шариктерімізді үстелдің үстіне қоя отырып, дәл ортасынан пышақпен бөлеміз. Барымызша осындай полу шарик дейді, жартылай шарик дайындауға тырысамыз. Дәл осындай пішін дайындауға. Одан кейін оны противенге салып, 180-190 градуста асты үстін бірге қыздыратын режимде пісіріп аламыз. Персиктерімізді қатты қызартпаймыз, жай ғана сарғайтып алсақ болды. Пеште шыққан персигімізді 6-7 минут суытып аламыз да, жылы күйінде персиктеріміздің ортасын пышақпен кесіп алып тастаймыз. Пышағымыз өте жіңішке, жұқа, нәзік пышақ болу керек. Егерде қандайда бір грубилау, өте жуандау пышақ алсаңыз, персиктеріңізді сындырып алуыңыз мүмкін. Енді крем дайындаймыз. Қайнатылған үзгіш шұңқымен бөлме температурасындағы сары майды миксерлеп крем дайындаймыз. Одан кейін үстіне қуырылған грек жаңғағын салып, тағы да араластырамыз. Енді персиктеріміздің ішін креммен толтырамыз. Барымызша толтырып, аямай саламыз. Пішіні, түрі жағынан бір-біріне ұқсайтын персиктерімізді тауып алып, жабыстырамыз бір-бірімен. Одан кейін енді персиктерімізді бояймыз. Әуелі сәбіз түстес сокқа жартысын батырып аламыз. Екінші жартысын қызылша түстес сокқа батырып, 1-2 секундқа қағаз салфеткеге қоя тұрамыз. Артық соғы сіңу үшін. Одан кейін қантымызға аунатып, дайын болған персиктерімізді ыдысқа салып, холодильникке жібереміз. Міне холодильниктен шығарып алдық персиктерімізді. Көріп тұрғандарыңыздай сондай түрі жағынан өте тартымды, шынайы персиктен айнымайды. Ал дәмі болса өте ерекше, жұп-жұмсақ. Үйлеріңізде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге көп рахмет назар қойып қарағандарыңызға.